Жаңызға сәлем. Бүгін сіздермен әдемі, дәмді Самарқанд нан жасап көрсететін боламын. Ең алдымен бізге жылы сүт, жылы су, тұз, қант, жұмыртқа, ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, електен өткізіп қосатын боламыз. Ашытқы және ұнымыздың қалған бөлігін салып, араластырып алатын боламыз. Енді бізде соңғы бөлігін салып, қолдың көмегімен орташа қаттылықта қамыр жасайтын боламыз. Енді сұйық майымызды қосып, қамырымызды тағы да илеп аламыз. Бізде қамыр дайын болды, 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Бізде қамыр дайын, енді оны 7 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін дөңгелек пішінді етіп жасап шығамыз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Біздегі қамырымыз дайын болды. Енді нанымыздың формасын жасайтын боламыз. Бізде нанымыздың шеті қалың болу қажет, ортасы жұқа етіп жасау керек. Таза матамызды алып, қамырдың екі шетін саусақтың көмегімен басып, екінші бөлігіне біріктіріп шығатын боламыз. Біздегі қамырымыз дайын болды. Енді оны табаға салып, арнайы шұқығыш арқылы басып шығатын боламыз. Енді жұмыртқамызды жағып, күнжіт дәнін ортасына себеміз. Қызып тұрған пеште 200-250 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Нан дайын болды. Нанның көрінісі және дәмі өте ерекше болып шығады. Қонақ келгенде немесе тойларда өте таптырмас нанның бірі. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.